Сәлеметсіздер ме? Өмір толқындар арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Кеткен қатын кетті, сенікі не былжырау? Ондай қатыннан құтылғаныңа қуан. Кеткен екен, алды артына бір уыс топырақ. Барсын, жеткен жеріне дейін барсын. Енді үйіңе кіргізуші болма, деп дүйсек інісі Ғалымжанға төніп отыр. Ғалымжан осы үйдің ортаншы баласы. Жасы 30-дан енді асқан жігіт. Үлкен ағасы дүйсек, жасы 37-дегі бала шағалы болған. Бөлек отау иесі. Бұл үйдің кішісі Ғанижан. Ол әлі үйленбеген. Орталарында Рахила деген 56 жасқа келген шешелері бар. Әкелері кіші інілері Ғанижан дүниеге келгесін көп ұзамай қайтыс болған. Ортаға алып отырған адамдары әзірше кемпірдің қолындағы бала Ғалымжан. Ғалымжан үйленіп, 2 балалы болған. Үлкен қызы 8 жаста, кішісі ұлы 5 жасқа енді толды. Ғалымжанның тұрақты жұмысы болмаса да, қолынан әз келетін шебер жігіт. Шешесі мен әйелін 2 баласымен аш қалдырмаймын деп, күндіз-түні табылған жұмысты істеп жүр. Бірде аз, бірде көп тапқан тиынын шашу шығармай, шешесі мен әйеліне ұстатады. Карта ойнап, арақ ішіп, басқа елдерге көз салу деген ойлардан мүлдем аулақ. Тіпті темекі де тартпайды. Бала кезінде насыбай салып көрем деп жұтып қойып, қақалып шашалып, құсып өліп қала жаздаған. Оның үстіне әкесі біліп қалып, аямай ұрған. Содан соң темекі насыбайға деген әуестігі мүлдем жойылды. Әскерден келгесін ауылдың қарапайым қызы деп таныстырған Маржангүлді анасына келін қылып түсірген. Үріп ауызға салғандай, Маржангүл бір қарағанда өте сүйкімді, сұлу жан еді. Маржангүл үндемейтін, артық күлмейтін, әңгімесі я жоқтан аспайтын жан болатын. Біркелкі, бірыңғай өмір жалықтырды ма? Әлде үнемі қаржы жетіспеушілікпен өзін бар нәрседен шектеу жалықтырды ма? Кім білсін. Екінші сәбиі, ұлы дүниеге келгесін, Маржангүл мінез көрсете бастады. Енесі жоқ жерде Ғалымжанның миын жеп, ұрысып, сәл нәрсеге бұртайып, теріс қарап, бүк түсіп жатып алуды көбейтті. Тіпті жылап жатқан баласында емізбейтін өнер шығарды. Затында өмір көрген қазақ әйелі зерек болады емес пе? Енесі Рахила келіннің бойындағы өзгерістерді бірден түсінді. Маржангүлмен оңаша отырып сөйлескенде, қарағым, бері қара, байқаймын, соңғы кезде көңілің бұзылып жүрген сияқты. Не ойлап жүрсің, не мазалайды? Шаршап қашып жүрсең, төркініңе барып, қыдырыстап келсеңші. Үйден шықпағаныңа 2 жылдай болып қалды осы. Туыстарыңа барып, көңіліңді аулап, мына жиендерін көрсетіп келем десең, қарсылық жоқ қарағым. Ғалымжанның да саған көңіл бөлуге шамасы жоқ. Шаршап шалдығып жүрсе де, осы үйге ақша табумен жүгіріп жүргені сол. Сенің қабағың қыржиып жүрсе, ол да үйден суынады, соны ұмытпа. Әйел, ер азаматқа сүйеу бола жүріп, оның көңіліне шыға білу керек. Еркек түздің адамы, бірақ үнемі үйін ойлап жүру керек. Ол үшін үйде жағдайын жасап отыратын әйелі күлім қағып, қарсы алып отырсын. Сонда еркек басқа жақтан жағдай іздемей, үйіне асығатын болады, деп біраз ақылын айтқан. Маржангүл ештеңе деп қарсылық білдірмеді. Жоқ апа, бәрі дұрыс, жүйкем шаршаған шығар, деп қоя салған. Ғалымжанның келесі бір жұмысы совхоз жақтан біреудің қорасын бұзып, қайта салып беру болған. 2 аптада бітіріп,
үйіне келгенде үйінің ішінде жат бір нәрсені сезгендей болды. Не екенін білмесе де, көңілін суық бір нәрсе сипап өткенді. Маржангүл үйде жоқ екен. Балаларын құшақтап, мауқын басып, жолай дүкенге соғып алған тәттілерін беріп, анасымен шай ішіп отырып, табысын ұстатып отырды да. Апа, азырақ Маржангүлге алып қалдым. Қажетіне жаратсын деп едім. Ұрыспайсың ба? Тапқанын әйеліне тасиды деп күлді де, оның да бір нәрселер алғысы келетін шығар, деп анасының ыңғайына жығыла сұрады. Балам, әйеліңді бала шағаңды қамтыма деп қалай айтайын? Ер азаматтық міндетің ғой. Тұрақты айлық алатын жұмысың болмаса да, осыларды аш қылып жатқан жоқсың. Алла разы болсын. Бірақ Құдай сақтасын, бір күдік көкірегімді өртеп барады. Келіннің жүрісі күмәнді. Базардан киім сататын жұмыс тапқан ба? Нағашы апа дейме, жиен апа дейме, сондай біреуге әуей болып жүр. Өзіне қымбат көйлек алған, иіс суы да жаңарған. Кеше мына қызың айтты, қымбат іш көйлек алып, елдің қолы жетпейтін Марс дейме, Жарс дейме, сондай бір шоколадтар әкеліп жеп жүр екен. Үндемегеннен үйдей бәле шығады деген осы. Маржанның жүрісі біртүрлі болып кетті, деп күрсініп, түңіле жауап берді. Өздерінің жатын бөлмесіне кірген Ғалымжан үйіндегі біртүрлі жат, суық лептің ошағын анықтағандай болды. Ол бөлмесіндегі бет қарайтын айна алдында тұрған, қымбат әтірден сезіліп тұрғандай. Әлгеректе әйеліне осындай әтірді сыйламақшы болып, бағасын сұрағанда, тапқан табысы түгел кететінін білді. Енді бүгін сондай әтір бөлмесінде тұр. Киім салатын шифонерді ашқанда, бұрын көрмеген әйел көйлегі көзіне бірден ұрынса, қапталында тұрған полкадан су жаңа жалтыраған әш көйлек көрінді. Сөйткенше бөлме есігі ашылып, Маржангүл кірді. Өзің алып бере алмағасын, күйініп көре алмай тұрсың ба? Қайтеміз, өзіміз жұмыс жасап, өзіміз қамданбасақ, өмірден жалаңаш өтетін түріміз бар, деп кекете сөйледі. О не дегенің, Маржан жаным, құтты болсын, игілігіңе ки. Тек қарызға алған болсаң, барып төлеп тастайық. Жаңа апамнан табысының шетінен сұрап алғаным бар. Өзіме қалдырғаным бар, жететін шығар, деп ақталғандай болып қалды. Апамнан дейсің бе? Күлкімді келтірмеші. Апаңнан алып қалған ақшаң әш киімнің бауына жетсе рахмет айтарсың. Алаңдама, қарыз емес, өз ақшама, айлығымның есебінен алдым. Базарға таныс апайыма киім сатушы болып жұмысқа тұрдым, деді кекесінді түрін жасырмай тұрып. Жаным, жұмысқа тұрдым дейсің бе? Өзің біл жаным, үйде 4 қабырғаға қарап отқаннан, ол да дұрыс шығар. Емшектегі балаға қиын болмаса. Келші жаным, сағынып қалыппын өзіңді, деп құшақтап еді, өзі шошып кеткендей болды. Мүлдем басқа, мүлдем жат суық денені құшақтағандай болды. Ой, қоя қойшы, деп Маржангүлде құшағынан сатылып кетті. Арада бір апта өтпей ақ, жұмыстамын деген сылтаумен күндіз де, түнде де кетуі көбейген Маржангүл бір айдан соң мүлдем кетіп тынды. Жасқа тола қоймаған ұлы көп жүрсіннің де емшектен шықпағаны кедергі болмады. Алматыға тауарға барам деп кетіп, соңынан осыннан жұмыс таптым деген хабарын айтып жіберді. Бай саудагермен көңіл қосып жүргендігі, соңында соған еріп кеткен жүріс тұрысы елге мәлім болды. Артынан іздеп барған Ғалымжан мен Маржангүлдің туған інісі екеуі кездесіп, ауылға қайтуын сұрағанда, өмірде өз бақытын тапқанын айтып, қайтарып жіберген. 2-3 ай өткесін Ғалымжанның ағалары мен туыстары ажырастырып алмаққа сотқа арызданған.
Маржангүл нотариуспен бекіттіріп, балалардан бас тартқанын, ажырасуға ешқандай қарсы емес екенін жазып, қолхат беріп жерген. Естелікке шөміп кеткен Ғалымжанды ағасы Дүйсектің: «Ей, саған айтып отырмын, керең болып қалғансың ба? Қатынның кеткеніне 4 жылдан асы емес пе? Кеткен қатынды қашанға қимай жүресің? Әлде сол албастыдан басқа әйел құрыды ма елде? Ол қатынды өлді деп сана, болды. Үйлен. Арғы бергі жағы дұрыс елден адам алып берейік. Мына апам сенің балдарыңды қараймын деп қатарынан қалып бара жатыр. Ал жақын той томалағына да бара алмай жүр. Сен ыңғай білдірсең, қалаған жеріңнен қыз алып береміз. Айт, тоқтама. Қатыны кеткен жалғыз сен бе? Ешкімде ондайдан өлген жоқ. Таңдауыңды айт», деп дікеңдеп отыр. Ғалымжан не десін? Жанында жатқан жан жарының сатқындығынан әйелге деген көңілі суып, жана жаралағасын, үйленем деген сөзге үркие қарайды. Болмаса құрдастары, нағашылары, құда балдары да түрлі қызды айтып, құлағын жеп жүргелі қанша. Бұның басы бос екенін білгесін, жүрген жерінде кеуден жолы болмаған қаншамасы өздері сүйкеніп көрген. Тек Ғалымжанның жүрегі суып, тоқтап қалғандай, ешкімге ыңғай бермейді. «Ой аға, қатын керек болса таппай жүр деймісіз? Керек емес. Мына екеуін жетілдіріп, қатарға қосып адам қылайын. Ендігі сол маған мақсат мұрат», деп Дүйсекке қараған еді. Дүйсек: «Ой, бос белбеу неме, жүр онда солай, сөлбірейіп. Олай болатын болса, мына Ғанижан үйленгенше апамды қолыма алам. Қашанғы бала бағып отырады. Шешемде дем алып рахат көрсін», деген өтірік шамданып. Осы жерде үнсіз отырған шешелері Рахила: «Сен екеуің мені бөлісе алмай отырсыңдар ма? Осындағы үшеуіңде менен шыққан шығарсыңдар. Жұмыртқа тауыққа жол көрсеткенін қайдан, қашан көріп едіңдер? О несі-ай, тіпті кәдімгідей кісі болып қалыпты. Осы үйде мен тірі отырғанда, үшеуінің де балаларың жетім болмайды, шеттемейді. Қайсысын қалай бағам, өзім білем. Менен ақылды емес шығарсыңдар», деп қызға бірақ қатты айтып еді. Екеуі де жым болса, Ғанижан анасының алдында еркелей жата кетті де: «Менде крыша железный», деп жағдайды жұмсартып, бәрінің езуіне күлкі жинады. Ғанижанның басын сипап отырып Рахила: «Иә, бұл әңгімелер айтылуы тиіс. Кетер әйел кетті. Алды артына бір уыс топырақ. Не болса да өзі білсін. Маңдайына жазылғанын көрер. Бірақ мына екеуін жетілдіру біздің мойнымызда. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жетім деген сөз естіртпей өсіру бізге міндет. Екеуі де марқұм шалымның тегін ұстап жүргенде, мен бұларда жетім қылмаспын», дей бергенде, бағанадан еркелеп жатқан Ғанижан ұшып тұрып: «Осыдан Аягүлмен көп жүрсінге біреу бірдеңе деп қарасын. Тура бастарын жұлып қолдарына берем», деп екілене сөйлеп еді. Ағасы Дүйсек еңкілдеп күліп: «Әй Ғанижаным, бауырым-ай, өз басыңа ие болшы. Көп жүрсін, мен Аягүлді ренжітуге жол бермеспіз. Қанша айтқанымен олар менің балаларым. Дәу папа дейтін атым бар. Сен тентек болмай, басыңды бағып жүрсең, сол да ерлік. Мектебіңді бітіріп, оқуыңды оқы. Сол сенің міндетің», деді. Сонымен сол әңгіме сол жерде аяқталды. Кіші інісі Ғанижан үйленгенше, Ғалымжан өзіне үй тұрғызып, қызы Аягүл есейіп, әкесінің ас ауқатын дайындап, кірін жуатын жағдайға жеткесін, бөлек өз үйлеріне кеткен. Әрине, бөлек кеткен деген аты болмаса, сол күйі мидай араласып жатыр. Екі күннің бірінде анасы Рахила Ғалымжанның үйінен табылса,
Арасында енесін іздеп, дүйсек ағасының әйелі осы үйде. Анау-мынау тазалық жұмыстарын Ғанижанның келіншегі келіп, көз жақсыма көмектесемін деп істеп кетеді. Ғалымжан алаңдайтындай үй тірлігі болған емес. Әйтсе де Ғалымжанның есінен кетпес бір оқиға болды. Көп жүрсін 12-ге толғанда, өзінен 2 жас үлкен баланың басын таспен ұрып жарған. Ол аз болғандай тепкілеп тастаған. Мектепке полиция келіп, үлкен шу болған. Таяқ жеген баланың ата-анасы арызданып, бұл бала мынандай мінезбен адам өлтіруден тайынбайды, деп тұрып алды. Көп жүрсін ешқандай ақталмады, үнсіз қатып қалған. Сұрағанға, өзінен көрсін, обалы жоқ, қажет болса тағы ұрам, деп қасарысты. Іс Насырға шабатын болғасын, таяқ жеген баланың сыныптастары жиналып келіп, әлгі баланың өзі кінәлі екенін, көп жүрсінді итеріп жібергені аз болғандай, үнемі Жәлептің баласы деп қорлайды екен. Осыны естіген әлгі баланың әкесі арызын қайтып алып, таяқ жеген баласын шапалақпен 2 тартты. Өзі болса үлкен басымен көп жүрсіннен кешірім сұрап, Ғалымжанның анасы Рахиланың қолын сүйіп, кешірім өтінді. Сонымен сол оқиға солай басылған еді. Бұл күнде Ғалымжанның қызы Аягүл 21-ге толды. Орал қаласындағы универді бітіріп, диплом алып келген. Көп жүрсін 18-ге толып, сол қалаға оқуға түсіп, 1-ші курсты бітірді. Ғалымжан сол күйі үйленбей қалды. Аягүл оңашада жасы 70-ге жақындаған әжесімен сырласып отырып, «Әже, өзің айтушы едің ғой, қыз бала өз уақытымен өз орнын тауып кету керек деп. Мен де сол өз адамымды, өз орнымды тапқан сияқтымын. Өзіммен бірге оқыған жігіт сөз айтып жүр. Осы ауылдың баласы. Құда түсіп, айттырып алайын дейді. Мен тек әкемнің жағдайын ойлап, ештеңе айта алмай жүрмін. Бала кезімнен шашымда тарап, өріп отырып, талай айтқан сөздеріңізді құлағыма құйып өстім. Артық боянбадым. Өзің айтқандай, артымды ашып, қысқа киінбедім. Орынсыз шырқылдап күлмедім. Сонда да қарайтын жігіт қарады, достық қолын ұсынды. Менің анамның жоқтығын сездірмей, тәрбиелей білдің. Тәртіпке салып жүріп, мейіріміңді аямадың. Қыз баласың, ұят болады деумен өмірде көп нәрсені үйреттің. Менің әжем емес, шын анам өзің болдың. Анам да, әжем де, сырласымда өзің болдың. Қалай ойлайсың, әкем қалай қабылдар екен, деп ағынан жарылды. Қарағым-ау, айым сол, қыз мұраты кету дегендей, қыз ол гүл сияқты, баптап аялап өсіргесін, жарқырап гүл ашады. Сол гүл ашып тұрған шағында өзінің бағбанына табыстамаса, солы бәрі кетіп, сүйегі қатайып, сүйкімсіз бола бастайды. Жеңешелеріңнен естіп жүрмін. Әлгі менің замандасым Сұлтанәлінің немересі сөз салып жүр екен. Несі бар? Өсіп өнген әулет қой. Жаман жер емес. Ал әкеңе келсек, ол менен асып кетпес. Сенің ендігі міндетің бар өмірін сендерге арнаған әкеңнің бетін жерге қаратпау. Барған жеріне судай сіңіп, тастай бату. Сен барған жеріңде сыйлы, инабатты келін болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіріп, көрегенді келін атанып жүрсең, әкеңнің еңбегін ақтағаның, әкеңді жерге қаратпа. Жаман сөз келтірме қарағым. Жібере берсін құдаларын, танысайық, білісейік, ақылдасайық, деп Аягүлдің маңдайынан сүйді. Құрметті тыңдарман, әңгіменің жалғасын келесі бөлімінде тыңдайтын боласыздар. Сау саламатта болайық.